Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен ерте қартайудың себептері және қартаюға қарсы 10 тағам түрлерін ұсынатын боламын. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Өз жасымыздан егде көрінбеу үшін теріні жасататын түрлі кремдер жағып, бетімізге көптеген маскалар жасап жатамыз. Сұлулық екпелерін егіп, басқа да косметологиялық сиқырларға жүгінетіміз жасырын емес. Осылайша бетіміздегі кәріліктен құтылғымыз келеді. Десе де, кейбір әдеттерімізбен өзіміз қартаюға қарай қадам жасап жатқанымызды ескере бермейміз. Назарларыңызға қартаюдың негізгі себептерін ұсынамыз. Бірінші, иықты тік ұстамау. Иықты тік ұстап, кеуде мен иекті көтеріңкіреп жүру бет бұлшық еттерін салбырап, мойынға ерте әжім түсуінің алдын алатын қарапайым ереже. Екінші, судың жетіспеуі. Шай, кофе, газдалған сусындардың еш қайсысы да ағзадағы сұйықтықты тепе-теңдікте ұстап тұру процесіне қатыспайды. Сондықтан да күнделікті таңертең аш қарынға 2 стақан су ішіп тұруды әдетке айналдырыңыз. Тамақ алдында су ішу өте пайдалы. Үшінші, аз ұйықтау салдары. Дұрыс ұйықтамау, ұйқының қанбауы, сонымен қатар түнгі уақытта ұйықтамау көңіл күйімізге ғана емес, денсаулығымызға да мол әсерін тигізеді. Түнде коллаген белсенді түрде түзіледі. Ал коллагеннің жетіспеушілігі терінің 2 есе тез қартаюына себепкер болады. Төртінші, қабақтың түйілуі. Үнемі әлденеге көңіл толмай жүруі адамның бетінен ақ білініп тұрады. Қабақтың түйілуі, көңіл күйдің болмауы, реніш пен өкпе, бет бұлшық еттерін тырыстырып, бет терісіне әжім түсіріп қана қоймай, кәрілік сызықтарының барынша ұлғая түсуіне себепкер болады. Бесінші, ұзақ уақыт тапжылмай отыру. Жұмыста күн ұзақ компьютер алдында, ал кешке үйге келгенде теледидар алдында тапжылмай отыру адамды тезірек қартайтып, көптеген ауруларға кеп соқтырады. Сондықтан көбірек қозғалуға, кеңседе болса, ауық-ауық дене жаттығуларын жасап тұруға әдеттеніңіз. Алтыншы, беттегі макияжды жумай ұйықтау. Жуылмаған тональды крем терідегі ұсақ тесіктерді бітеп, түрлі қабынуларға себепкер болады. Ал көз бояулары қабақтың көздің айналасындағы жұқа терінің ерте қартайып, құрғап, әжімденіп кетуіне қолайлы жағдай туғызады. Ал туш болса, кірпікті сынғыш етеді. Жетінші, тұз бен қантқа деген құмарлық. Қант дегенде ол сіздің шайға қосқан 2 шақпағыңыз ғана емес, күнделікті тұтынатын ас мәзіріңіздің барлығында дерлік белгілі бір мөлшерде қант бар. Дәл сол сияқты тұз да тағамдардың бәрінде кездеседі. Сегізінші, артық тамақтану. Тамақты әкем үшін 1 қасық, анам үшін 1 қасық деп жеу балалық шақта қалғанымен, ол әдет бойымызда әлі бардай көрінеді. Өзіміз тойсақ та көзіміз қимай байқаусызда артық жеп қоямыз. Мұндай жаман әдеттен арылу керек. Артық тағамды қорыту үшін ағзаға мол күш түседі. Бұл да өз кезегінде қартаюға 1 қадам жақындата түспек. Жылдар өте келе бәріміз өзімізді жас сезінгіміз келеді. Біз жылдарды тоқтата алмасақ та, оларды әлде қайда жақсы басқара аламыз. Бұл үшін тамақта негізгі рөл атқарады. Сондықтан бүгін біз сізге не екенін айтамыз. Қартаюға қарсы ең жақсы 10 тағам түрі. Бірінші, бүлдірген, екінші, жүзім, үшінші, сарымсақ, төртінші, брокколи, бесінші, жаңғақ, алтыншы, қызанақ, жетінші, шоколад, сегізінші, зәйтүн майы, тоғызыншы, құлпынай, 10-шы, бұршақ. Сіз қартаюға қарсы ең жақсы тағамдардың бәрін іздескенде бүлдірген басты кейіпкерлер болып табылады. Бұл өте қоректік жемістер, сондай-ақ антиоксидант күші бар. Әжімдермен қоштасу үшін терімізге маңызды нәрсе. Сонымен қатар олар белгілі бір жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алуға көмектеседі. Олар бізді С дәрумені, талшық және калиймен қамтамасыз етеді. Жүзім. Жасыл жүзімнің құрамында қант аз және минералды заттарға бай. Қызылдары біздің терімізге өте жақсы келеді. Олардың құрамында антиоксиданттардың көп мөлшерде бар екенін біле жүріңіз. Тері жасару үшін маңызды тағамдардың бірі жүзім болып табылады. Сарымсақ. Сарымсақ немесе пияз көптеген себептерге байланысты біздің рационымызда болуы керек. Солардың бірі теріміздің барлық қасиеттерін бойымызға сіңіргіміз келетіндігінде. Сарымсақ антиоксидантты қасиеттерден басқа біздің иммундық жүйемізді бұрынғыдан да күштетуге көмектеседі. Бұл қан айналымын жақсартады және А, С және В дәрумендеріне өте бай. Брокколи. Бұл ең маңызды тағамдардың бірі. Қатерлі ісік аурулардың алдын алумен қатар ол жүректі қорғайды және денені уытсыздандырады. Теріні жақсартады, оны тегіс және әжімсіз етеді. Ол коллаген шығарады және бізді басқалармен қатар А, К және В дәруменімен қамтамасыз етеді.
Жаңғақтар грек жаңғағы теріге өте қолайлы. Олардың калийдің, темір және магнийдің керемет көзі болып табылады. Олардың барлығы иммундық жүйемен қатар теріге де күтім жасайды. Оларда антиоксиданттардың көп мөлшері де бар. Қызанақ. Құрамында витаминдер мен минералдар өте көп. Жалпы денсаулық үшін ғана емес, сонымен қатар терімізге де қажет. Оның құрамында В, С және А дәрумендеріне өте бай. Шоколад. Кем дегенде 70% какао болатын шоколадты таңдаңыз. Бізге жас теріні сақтауға көмектесетін дәл осы болады. Оның құрамында минералдардың көп мөлшерімен қатар антиоксиданттар бар. Оны тұтынудан басқа какао басты кейіпкер болып емдеу әдістерін ұсынатын көптеген сұлық орталықтарда бар екен ұмытпағайсыз. Зәйтүн майы. Әрине сіз бұл тағамды дайындаудың ең жақсы тәсілдерінің бірі екенін білесіз. Бізді керемет салмақта ұстап үшін күнбағысқа қарағанда пайдалы. Сонымен қатар ол бізге Е дәруменін береді. Осылайша қартаю процесін баяулатады. Құлпынай. Күнделікті тұтынатын жемістердің тағы бір түрі құлпынай. Фолий қышқылынан басқа олар денсаулығымызды бақылауда ұстауға өте қолайлы. Оның басты артықшылығы бізді С дәруменімен қамтамасыз етеді және сонымен бірге иммундық жүйені нығайтады. Бұршақ тұқымдастарымен бірге қарастырылатын тағамдардың бірі. Жасымық, темір мен талшықтардың көзі кемелдеген көрі. Ноқат пен бұршақ ауызға сондай-ақ минералды заттарға өте бай болып келеді. Сонымен сізге ең ұнайтын таңдап, оны мәзіріңізге енгізу керек. Олардың барлығы қартаюға қарсы ең жақсы тағамдардың түрі. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.